Қайырлы күн. Сіздерге мен бүгін қалай Каспи қосымшасы арқылы абоненттік төлемді төлеуге болады, сол жайындағы видео нұсқаулықты көрсетпекшімін. Ол үшін бізге керегі Каспи қосымшасына кіру, және міне жоғарғы жағындағы мына іздейтін жолға, мына жерге поиск деген жерге OFD деп жаза саласыз. OFD жазсаңыз сізге ұсынып тұр. Міне Қазақтелеком тұр және Транстелеком тұр. Яғни бізде нарықта екі оператор фискальных данных бар. Сіздің жағдайыңызда сіз қай оператор фискальных данныхта тіркелгенсіз, соны таңдайсыз. Мен көп жағдайда Транстелекомды ұсынамын. Неге? Транстелекомда ай сайын абоненттік төлем біріншіден 100 теңгеге арзан, яғни 1400 теңге тұрады. Және екіншіден Транстелекомның тағы бір ұтымды тұсы, егер де сізде кассовый аппарат бойынша ешқандай движение болмаған болатын болса, сол айда абоненттік төлемді төлемей қойсаңыз болады. Яғни міне Транстелеком таңдаймын, кірдім, лицевой счет деген жерге өзіңіздің 6 орынды лицевой счетыңызды жазасыз. Әркімнің лицевой счеты өзінікі бөлек болады. Оны қай жерден алам дейтін болатын болсаңыздар, менде кассалық аппаратты салық органдарында тіркеу деген видео нұсқаулық бар. Сол жерде мен кассовый аппаратты тіркеймін және лицевой счетін қай жерден алуға болатындығын барлығын түгел түсіндіріп айттым. Сілтемесін осы видеоның астында қалдырып кетемін. Продолжить. И мына жерде келесі бетте уже жаңағы көрініп тұрады. Наименование деген жерде міне сіздің ипіңіздің аты тұрады. Яғни сіз қалай тіркедіңіз, сол тұрады. Сумма деген жерге 1400 теңге деп жазасыз. Готово. Ары қарай к оплате. Подтвердить и оплатить. Бәрекелді. Біз сіздермен бірге абоненттік төлемді төлеп тастадық. Келесі видеоларда жолыққанша сау, саламат болыңыздар.